жатыр. Қазір өсіретіндер көбейіп жатыр. Қазір көзін өсіретіндер көп болып бара жатыр. Өсіргенде де білмеймін енді не көре алмай жүрген. Көзін өсіргенде Құдай-ау шығып кететіндей кәдімгі. Қараймыз ғой телефонда кәдімгі. Енді 50-ден асқан апаларымыз, жеңгелеріміз көздерін өсірсе мен түсінемін. Бірақ 20-дан асқан, 30-ға келіп жатырған қыздарға не деймін да? Көздерін кәдімгі бақырайтып бүйтіп. Бүкіл жанар акасы көзді екен ғой. Ана көзін өсіріп алғанда бар ғой, не күлейін деп тұрған, не жылайын деп тұрған білмейсің. Бүйтіп келіп тұрғанда бар, қасыңа бар ғой, настроение жоқ адам секілді. Сосын көзін өсіріп алған адаммен сөйлескенде өзіңде көзің бүйтіп тұрады екенсің. Қалайсыңдар, амансыңдар ма, денсаулықтарың қалай, жақсы ма, бәрі дұрыс па, настроениең жақсы ма дегенде, жақсы, не болды дейді. Жоқ, просто настроениең жоқ сияқты дейді. Ол аз ба, уже ерің кетті уже. Мына ерін өсіргенде адам менсінбей тұрған секілді жоқ. Негізі нормально қарап тұр, бірақ ерін өсіргенде уже бірақ адамды менсінбей тұрған секілді. Бетін тартып жатыр. Білмеймін бар ғой. 30 жастан бетің тартып жатсың. 60-қа барғанда не боласың дейді. Ана бетті тартып 60-қа барғанда артынан резинкамен байлап қоятын шығар бетін. Резинкамен байлап, кешке жатардан резинканы шешкенде беті алды. Қазір айтамыз ғой әйелдерімізге, шашын жинап алшы айналайын, жалбырамай деп. Ертең бара-бара айтатын шығармыздар, бетін жинап алшы айналайын. Что-то түрің бір түрлі болып кетті ғой деп жаңағы. Уже бетін тартып жатыр, көзін өсіріп жатыр, ерні кетті уже. Бұрын ерінді көрмейді ғой адам, олар көреді. Ана ер азаматтарға таңғалам бар ғой, ер азаматтар біз бір көз өсірейік, мұрын өсірейік, ерін өсірейік деген жоқ қой. Біз өсірсек должность, должность өссе айна қарасаң бәрі жарасып тұрған секілді бар. Ешқандай минус таппайсың, должность нормально болса.